Сиқырлы тақия ертегісі. Ертеде бір кішкентай ауылда Айша есімді қыз өмір сүріпті. Ол өте ақылды және қиялға бай болыпты. Бір күні Айша орманға серуенге шығып, ерекше бір тақия тауып алады. Бұл тақияның сиқырлы екенін ол бірден сезеді. Айша тақияны киіп көргенде айналасындағы әлем өзгеріп сала береді. Ағаштар сөйлеп, гүлдер ән салады. Айша бұл сиқырлы әлемде әртүрлі қызықтармен танысады. Ол жерде сиқырлы құстар мен жануарлар өмір сүреді екен. Олар Айшаны өздерінің патшалығына шақырады. Патшалықта Айша жаңа достар табады. Олармен бірге түрлі қызықтар ойындар ойнап, сиқырлы тапсырмаларды орындайды. Бір күні патшалықта үлкен мереке өтеді. Мерекеде Айша өзінің ерекше қиялы мен тапқырлығын көрсетіп, сиқырлы тақияның көмегімен таңғажайып өнер көрсетеді. Бірақ бұл патшалықта бәрі де жақсы емес еді. Зұлым сиқыршы Зиян патшалықты жаулап алғысы келеді. Ол сиқырлы тақияның күшін өз пайдасына жаратуды көздейді. Зиян Айшаның достарын алып тақияны ұрламақ болады. Бір күні Зиян Айшаның алдына келіп былай дейді: Айша, сенің тақияңның күші маған керек. Маған оны берсең, мен саған үлкен байлық беремін. Айша күлімсіреп жауап береді: Жоқ, Зиян, бұл тақия тек жақсылыққа қызмет етеді. Мен оны саған бере алмаймын. Зиян ашуланып Айшаның достарын тұтқынға алады. Бірақ Айша тапқырлығымен оларды құтқарады. Ол сиқырлы тақияның көмегімен Зиянды жеңіп патшалықты құтқарады. Мерекеден кейін Айшаға патшалықтың ең үлкен сыйлығы беріледі. Ол сиқырлы тақияны мәңгілікке иемденеді. Айша бұл тақияның көмегімен өз ауылына оралып, достарына сиқырлы әлемнің кереметтерін айтып береді. Айша сиқырлы тақияны киіп, күнде жаңа ертегілер ойлап тауып, ауылдағы балаларға айтып береді. Осылайша Айша мен оның достары сиқырлы тақияның арқасында қиял әлемінде өмір сүріп бақытты күн кешеді.